Меркі ауданында біздің міндет халыққа қызмет атты облыстық жас мемлекеттік қызметшілер форумы өтті. Онда ел сенімін арқалаған жас мемлекеттік қызметшілер әрдайым әділдік, адалдықты сақтап, өздеріне жүктелген міндетті тиісті деңгейде атқаратындықтарын жеткізді. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты халыққа жолдауын, Қазақстан 20-20 тұжырымдамасын іске асыру және 100 нақты қадам бағдарламасын орындау мақсатында өткен форумға облысымыздағы жас мемлекеттік қызметшілер қатысты. Республикамызда алғашқы осындай үлкен іс-шара өткізіліп жатыр. Мына жас басшы лауазымда қызмет атқарып отырған жас басшылармен біз 3 күндік семинар кеңес өткіземіз. Сол семинар кезінде түрлі лекциялар, түрлі сабақтар өтеді, тренингтер болады. Мемлекеттік қызмет аса жауапты әрі абыройлы міндет. Тек лайықтылар ғана бұл міндетті дұрыс атқара алады. Форумда сөз сөйлеген жастардың пікірі осы арнаға тоғысып, қоғамда дендеген дерт сыбайлас жемқорлықтан аулақ болып, мемлекеттік басқарудың жаңаша үлгісін танытамыз деп сендірді. Мемлекеттік қызметшілер бұл заманның жаңа дәуірдің тоғысында тұр деп ойлаймын. Себебі біздің мойнымызда осы Қазақстанымыздың, еліміздің мәңгілік елге айналдыруы басты міндет болып табылады. Форумда түрлі саланың мамандары мемлекеттік қызметшілерге қолдау білдірді. Жиын соңы аудандық мәдениет үйін өнерпаздарының патриоттық әндеріне ұласты. Гүлзат Сейдуллақызы, Нұрбану Камал, Еркін Жасыбаев, жаңалықтар қызметі Меркі ауданынан. Елбасының 5 институционалдық реформаны жүзеге асырудың 100 нақты қадамын білім саласының мамандары да өзара талқыға салды. Білім мен ғылымды дамыту бағыттарына ерекше көңіл бөлген облыс ұстаздары жоспардағы айтылған міндеттемелерді бір ауыздан қолдап, оның жүзеге асуына бір кісідей жұмыла кірісті. Тараз қаласындағы нөмір 41-ші мектеп гимназиясы жаңа оқу жылдан бастап 12 жылдық білім беру жүйесіне көшпек. Білім мен ғылымдағы бұл жаңа жылдық бұрыннан қабылданған жүйе болатын. Алайда 100 нақты қадамда осы реформаны толық пысықтау жайында ерекше айтылды. Қазақстан Республикасының президенті ұсынған 100 қадам ұлттық жоспары бойынша 12 жылдық білім беруге көшуіміз керек. Осы қадамды біздің мектеп келесі оқу жылында енгізбек. Осы орайда бірінші сыныптар жаңа мемлекеттік стандарт бойынша оқытылады. Қазір оқушылар жазғы демалыста, ал бұл мектепте жаңа оқу жылына дайындық әзірден қызу басталып кетті. Өйткені 12 жылдық білім беру жүйесіне бейімдеу жұмыстарына бейжай қарамау қажет. Сондықтан 9-шы мөлтек ауданында тұратын осы мектепке бірінші сыныпқа қабылданатын оқушылар сабақ партасында күнде дайындалуда. Жаңа оқу жылында 12 жылдық білім беру жүйесімен алғаш мектеп табалдырығын аттағалы тұрған 5 сынып қабылданады. Алдағы уақытта мектептегі өзгеріс кезең-кезеңмен жүзеге асатын болады. Сейчас государственный стандарт пришкольный класс. 12 жыл білім алатын сыныптарға мемлекеттік стандарт енгізіледі. Бұлайша айтқанда бірыңғай стандарттан еш айырмашылық жоқ. Тек оқушыларды осы 12 жылдық жүйеге қалыптастыру қажет. Бұл жұмысты біз енді мектеп алды даярлық сыныптарынан бастаймыз. Осылайша жамбылдық ұстаздар ел дамуын еселей түсетін 100 қадамды іске асыруда нақты жоспардан іске көшті. Айта кетерлік, маңызы зор бұл құжатта ағылшын тілін оқытуды енгізуде баса назар аударылған. Бұл өз кезегінде білім беру секторының әлеуетін арттырып, даярланатын кадрлардың бәсекеге қабілеттілігін жоғарылатпақ дейді мектеп мұғалімдері. Мархабат Көпбосынова, Ерболат Дәулетәлі, жаңалықтар қызметі.